Мынау ақпаратты қысқаша сіздерге аударайын. Бұл CNBC-дің жаңағы берілетін ақпараты, Украин күштері бүгін өздерінің алдыңғы шебінен президент Володимир Зеленский жаңағы өте көптеген алдыңғы шеп хабарлары жариялады деп мәлімдейді. Және бұнда бірнеше ондаған қала-қалашықтар украиндер кері қайтарып алды дейді. Және бірі Американың президенті осы жолғы соғыста Путин жаңағы фейк референдум арқылы Ресейге қосып алған 4 облысты мәңгі бақи мойындамайтындығы туралы Америка президенті мәлімдеме таратты. Және сонымен қатар Украинаға 625 миллион әскери көмекті беретіндігін мәлімдеді дейді. Ресейдің танкистері, танк жүргізушілері Украинге беріліп жатыр. Қазір Ресей әскерилерінің Украинға берілетін әдіс амалдары, айла тәсілдері күннен күнге көбейіп келеді. Украин тараптың жариялаған ақпаратына қарасақ, Ресейдің бір топ танкистері, танк жүргізушілері танктың атқымасына, яғни оғатар ұңғыма түтігіне өздерінің ақжейделерін байлап алған. Бұл ақжейделері алыстан менмұндалап көрінетінде болған. Сөйткенде бұл танктер алған беттен Украин әскерилер тұрған тарапқа қарай зымырай жөнелген. Ал басқа танктер орындарында қалған. Украин тарап бұл танктегі ақжейделерге қарап, бұны ақту деп түсініп, танктерге арнайы ататын американдық қаруларды атпай, жоғарғы жақтың бұйрығын күтіп отырды. Айтқандай, танктер Украин әскерилерінің бақылауындағы жерге жеткеннен кейін, ішіндегі әскерилер танктерін шығып берілген. Қолдарын көтеріп өздерінің тұтқын екендігін жариялаған. Әрине бұғанға дейін Украина тарап халықаралық медиалар арқылы және өздерінің Ресейге бағыттаған арнайы медиалар арқылы қолға түскен тұтқындарды Женева конвенциясы бойынша, Женева келісім бойынша тұтқындарды азаптамау, қорламау, ауыр еңбекке жекпеу, тиісті медициналық дәрі-дәрмекпен, көмекпен қамдау, ар-ұжданына, намысына тимеу деген баптарға келісіп отыр. Бұғанға дейін Украинға қолға түскен орыстың тұтқындары ешқандай азап көрмегенін айтуда. Және ең таңғажайып жері украиндердің орыс тіліндегі арнайы берілу деген сайты бар. Өз еркімен берілу деген сайтқа қазірге дейін 4-5 мың орыс әскерилері жеке ақпараттарын жазып, өздерінің Украин соғысында берілетіндіктерін жариялап отыр. Алды беріліп те үлгерді. Бұл әскерилер Украинмен бетпе-бет келген кез келген жағдайда сол берілу сайтындағы бәленші нөмірлі тіркелген аты жөні түген деген азамат менмін деп қолдарын көтеріп украиндарға беріліп жатыр. Бұл аса жағымды жаңалық. Ал Ресей жан таппаған кезде Ираннан дрондар ала бастаған. Яғни ұшқышсыз ұшақтарды Ираннан ала бастаған. Ең қызығы жері Иран дрондарындағы чиптер Америка чиптері болып шыққан. Олар Иранға қалай жетті? Әлде жаңағы заңсыз тауарлар тасымалдайтын жалдаптық контрабандалық ұйымдардың заңсыз жолдармен келді ме? Жоқ әлде Қытай алып, Қытай арқылы келді ме? Жоқ әлде олар тұрмыстық техникалардың чиптарын алып, оны дрон жасауға қолданды ма? Бұл жағы қазірше белгісіз. Ресейдің бүкіл техникалары қазір сарқылып бітті. Ескі танктерінің барлығы сарқылып бітті. Әсіресе мынау өздері қосып алған, қазір Ресейдің жаңа территориясы болып саналатын 4 облыста Ресей әскерилері Украинның жаңа хаймаристік шабуылдарының алдында мүлде ырықсыз орында тұр. Тіпті дабыл қағылған кезде, әуеден қорғану сигнал берілген кезде Ресей әскерилері естен танатындай халге жетті. Енді бұл соғыстың соңы Элен Маск пен Трамп айтқандай шынында атом соғысына жалғасуы мүмкін. Бірақ Америка тараптан егер атом соғысы болған жағдайда Ресейді жеңіл жібермейтіндігін айтылған ескертулер де бар. Ал бүгінгі Ресейдің жоғары дәрежелі мансаптылардың айтуында, егер Америка Украин соғысына киліге берсе, олар Америка жеріне төте әскери шабуыл жасайтындығын айтты. Әрине бұл бірінші рет емес. Сөйтіп Америка мен Ресей бір-біріне қоқан-лоққы жасап келе жатыр. Бірақ қашан шындайтынын әлі ешкім білмейді. Бүгінгі біздің жаңалығымыз осы. Шынында
әбден ашуланған, ызаланған, тығырыққа тірелген, не істерін білмеген Путин бір күні атом бомбасын жарып жіберуі мүмкін бе? Бірақ әлеуметтік желідегі кей сарапшылардың сөзіне сенсек, тіпті кезінде Элон Масктың өзі Путинға, егер сен Украинаға бір атом бомба тастасаң, мен сенің бүкіл атом бомбалар қойылған қамбаларыңды бір-ақ сәтте жарып жіберем деп қоқаллық жасаған дейді. Иә, бүкіл кеңістікті жалғыз өзі ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған ұшырған спутниктері, яғни жасанды жер серіктерінің саны жер бетіндегі әрқандай елдің, мемлекеттің спутниктерінден де көп. Бір өзі бүкіл бір мемлекеттен қуатты болып отырған Элон Маск шынында жалғыз өзі Путинді тасталқан қала алатын шығар. Мүмкін жалғыз өзі Ресейдегі бүкіл атом бомбасы қойылған қоймалардың тасталқанын шығара алатын шығар. Кім біліпті? Бірақ алда не болатынын бір жаратушыдан басқа ешкім білмейді. Құтырған, есерсоқ және шовинизм мен импершілдік аурумен әбден уланған, ауырған Путиннің атомнан басқа таңдауы қалған жоқ. Былайғы әскері мүлде соғысқа жарамай қалды. Қазір қашу орыстардың бірден бір жолы болып отыр. Мәскеудегі аталмыш 4 облысты қосып алған үлкен той мұрасымында, үлкен жууда Путин мәз болып ән айтқанымен жүзінен ешқандай күлкі лебі ескен жоқ. Тіпті Путиннің қасындағы серіктерінің де жүзінен бір қуаныштың лебі ескен жоқ. Себебі олар сол облыстың ең маңызды қатынас түйінін украиндардың қайта жаулап алғанын естіп біліп отыр. Халқынан мың жерінен жасырынғанмен ақпарат желіде есіп тарап кетті. Ал Ресей 300 мың әскер аламыз деп өздері дабыл қағып, бүкіл орта мектеп оқушыларына дейін алып, тіпті қарны салақтап кеткен кәрі шалдарды да әскерге алып, Ресей құрамындағы бұратана бодан халықтарды әскерге алып, бүкіл дүниені лаңғада қылып, бәленбай 100 мың Ресейдің азаматтары шетелге қашып, бүкіл дүние жүзін лаңғада қылып жатқан осы сәтте Украинаның қорғаныс министрлігі биыл күздегі қалыпты әскер қабылдауды тоқтататынын жариялады. Себебі Украинаның әскері қазір жеткілікті, қамбасында қару да жеткілікті. Ал Ресейдің әскерилері мүлде тоз-тозы шыққан, тасталқан шыққан, бюрократияға әбден батқан, тіпті қару жарақтың өзі жетіспейді, танктерінің өзі соғысқа жарамсыз. Тіпті ең озық деген танк дивизиясының өзі осы жолы украиндар тарапынан тасталқан болып, жеңіліп, тіпті жойылып жіберілді.